Жалқаулық. Ми адамды өзіне ұнамайтын нәрселерден, түрлі стресстен қорғайды. Былайша айтқанда, біз өзімізді еш нәрсеге мәжбүрлегіміз келмесе, қорғаушы ретінде миымыз іске қосылады. Осылай адам өзінің жайлы аумағынан шыққысы келмейді, яғни үйреншікті өмірін өзгертуге қорқады. Жаңарып жаңғыруды ойлап, бас қатырғымыз келмейді. Жалқаулық осындайдан туындайды. Жайлы аумақта қала берсең, өмірің еш уақытта өзгермейді. Брюс Ли: мен 10 000 түрлі соққыны үйренгендерден қорықпаймын. Мен бір соққыны 10 000 рет үйреніп жүрген адамнан қорқамын. Төменде жалқаулықты жеңудің тиімді амалын ұсынбақпын. Жалқаулығыңды бір зат деп ойла, мәселен, ол гүл болсын. Сол гүлді құшақтап 30 жыл өмірің өтті делік. Сол 30 жыл ішінде өміріңде ештеңе өзгермеген, баяғы өзіңе жайлы аумақта өмір сүріп жатырсың. Өкінішті ме? Әрине өкінішті. Ал енді көз алдыңда бойындағы жалқаулықты жеңіп, талай жетістіктерге жеткен, не киемін, не ішемін дейтін бақытты, бақуатты өзіңнің 30 жылдан кейін образыңды елестеп. Енді осы екі образды салыстырып көр. Қалай арман мақсаттарыңа жеткізбей, аяққа оратылып жатқан жалқаулықтан құтылғың келе ме? Онда ең бірінші мына қарапайым амалды есіңе сақта. Күніне 1 сағат болмаса 30 минут, ең құрымағанда 10 минут өзіңнің жалқаулығыңнан қолың бармай жүрген бір іспен айналыс. Және осы айтқанымды әдетіңе айналдыр. Мына жерге мойның жар бермей жүрген шаруаларды тізіп шық. Яғни осы видеоның астына тізіп жазсаңыздар да болады, параққа жазсаңыздар да болады. Юрий Цезарь бір жорығында жері құнарлы, қорасы малға толы дәулетті елге көз түседі. Сонда ол ешкімге байқатпай, өздері жүзіп келген кемелерін өртеп жіберіп, әскерлеріне кері қайта алмаймыз. Осы елді жаулап алуымыз керек деген екен. Өміріңе дәл осы тәсілді пайдаланып көрсең әбден болады. Яғни арманыңа жеткің келсе, өзіңе жайлы аумақты бұз, жалқаулығыңмен күрес. Жалқаулықты күресудің тәсілі: жаныңа не нәрсе рахат сыйлайды, соларға төменде тізіп жазып көр. Мәселен, балмұздақ ұнай ма? Сериал көргенді жақсы көресің ба? Кітап оқығаннан ләззат аласың ба? Кофе ішкің келе ме? Осыларды жасау үшін алдымен бір шаруаны аяқтап таста. Былайша айтқанда, жаныңа рахат сыйлайтын дүниелердің бәрін сатып ал. Осылай өзіңмен келісіп отыр. Оны дағдыңа айналдыр. Жалқаулықтан арыла бастағаныңды өзің де байқайсың. Жаңсақ пікір. Бұл не? Бұл бізді қоршаған ортаның құлағымызға құйып, миымызға сіңіріп тастаған қате пайымдары. Бұл өзімізді соған қалтықсыз сендіріп қойғанбыз. Имандай иланып қалатынымыз соншалық, бүкіл әлемге сол жалған ұғым тұрғысынан қарап өмір сүреміз. Мысалы, ақша тек арам жолмен келеді. Танысың болмаса жұмысқа тұра алмайсың. Ақшаң болмаса оқуға түсе алмайсың. Еркектердің барлығы алдайды. Солай емес пе? Есіңе түсірші. Енді ол негативті ойлардан құтылуға тырыс. Рас, бұл оңай шаруа емес. Өйткені олар санамызға берік орнап, мінезімізге айналып кеткен. Тіпті оны сезбейміз де. Не істеу керек? Еш негізі жоқ стереотиптерді түгел сұрыптаудан өткіз. Әр қайсысына жеке-жеке үңіліп қара. Ал мен осыларға сенем бе? Бұл қаншалықты рас деп өзіңе өзің сұрақ қой. Иә, мен жоқты таразыға сал. Салдың ба? Енді барлық қате ойларыңды теріп алып, төменге жазып шық. Батырлық бол. Өзіндік пікір қалыптастыр. Өмірден керегіңді алуыңа кедергі болып жүрген негативті ойларды түгел миыңнан алып тастағаннан кейін мына тапсырманы орында. Мысалы, бұған дейін ақша тек арам жолмен келеді дегенге сеніп келдің. Шын мәнінде олай емес. Енді ақшаны күреп тауып жүрген адамдардың барлығын
есіңе түсір және олардың байлыққа маңдай терімен және адал да сүйікті ісінің арқасында жеткендеріне көзіңді жеткіз. Адал жолмен байығандардың тізімін жаса. Бұл тізім неғұрлым көп болса, соғұрлым саған жақсы. Немесе сен еркек біткеннің барлығы алдайды деп сеніп келіп деліп. Бұл да дұрыс емес. Енді өзің білетін ер азаматтардың барлығын есіңе түсір және олардың барлығы сен ойлағандай емес екендеріне көзіңді жеткіз. Атына заты сай ер азаматтарды көптеп жаз. Арам ойдан арыласың. Бұдан әрі шын мәнінде неге сенесің, соны жаз. Енді бастапқы ережеміз бойынша негативті ой-пікірлер жазылған парақты өртейміз де, күлін желмен ұшырамыз. Болмаса суын ағызып жібереміз. Жаман ойлардан арылып тұрып, ендігі жерде оның түкке де керек жоқ екенін, не нәрсеге сенетініңді, тек өзің ғана таңдайтыныңды, ал өзің тек жақсы ойға ғана сенетініңді шейіліп тұрып айтасың. Түсіндіңіздер ғой, ә? Енді бір қағидалар туралы оқып өтейін. Бірінші, карта аумақтың бір бөлігі ғана. Сана мен дене бұлар біздің ортақ жүйеміздің бөлшектері. Өміріңде қандай да бір маңызды шешім қабылдап өзгеруді ойлаған адамда барлық мүмкіндіктер бар. Ғажайып ғаламның мейірімі мен құдіреті шексіз. Кез келген сауалдың терең мән мағынасын, нақты шешімін оның жауабынан табасың. Реніш пен жеңілу деген мүлде жоқ. Мұның бәрі сынақ пен тәжірибе. Сынақ пен тәжірибе жақсы істің бастауы. Егер қолға алған ісің алға баспай кері кетсе, басқа нәрсемен айналыс, немесе басқаша жасап көр. Біз өзіміз қолға алған істің жеңімпазымыз. Бұрын ешқашан болмаған дүниені үйренгің келсе, ешқашан істеп көрмеген іспен айналыс. Кез келген әрекет дәл осы сәттегі ең тиімдісі. Кез келген іс-әрекеттің дұрыс бағдар беретін жолы бар. Жаман адам болмайды. Әлемді өзгерткің келе ме? Өзіңнен баста. Әркімнің өз шындығы бар. Шешілмейтін түйін жоқ. Өзгеріс сен күтпеген жерден болады. Қандай да бір жағдайдың мән-жайын түсінгің келсе, оған басқа қырынан қарап көр. Не нәрсені қолға алсаң да, ол маңызды істердің бастамасы. Өзгерістер үнемі болып тұрады. Одан құтыла алмайсың. Адамның жасағанын сен де жасай аласың. Осы айтылғандардың барлығын санаңа мықтап сіңіріп ал. Себебі өміріздегі оқиғалардың дені осы қағидалардың айналасында өрбиді. Өмірлік ұстанымыңа айналдырсаң, кез келген қиындықты оңай жеңе білетін боласың. Ең бастысы, арман тілектеріңе қол жеткізе бастайсың. Енді мынандай тапсырма. Қазір сені не нәрсе ойландырып жүр? Тізімге қара. Сенің дәл осы жағдайыңды дұрыс шешіп беретін қағиданы таңдап ал. Таңдадың ба? Енді сол жағдайға осы таңдаған қағида тұрғысынан қара. 100% сен. Шынымен де тура солай болып шығады. Бұл арманыңа жақындай түсуге көмектесетін тамаша құрал. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Күндеріңізге сәттілік болсын.